Достар, бүгін біз сіздермен Binance биржасына тіркелетін боламыз. Ол үшін міне сілтеме бар, сол сілтеме арқылы өтеміз. Міндетті түрде сілтеме арқылы өтіңіздер, өйткені торговляға бонустар беріледі. Бірінші біз мына сілтеме үстінен басып кіреміз. Осы сайт арқылы регистрация жасаймыз бірінші. Одан кейін телефонымызға App Store'дан, Play Market'тен Binance'тың приложениесін жазып алып, сол жақтан біз верификациядан өтетін боламыз. Мына жерге қазір регистрация с помощью телефона, электронный почта деген таңдаймыз. Барлықтарыңызға мен Gmail почтамен тіркелуге кеңес беремін. Егер де сіз бұрын соңында Binance биржасына тіркелген болсаңыз, онда сіз қайтадан тіркеле алмайсыз. Бұрынғы тіркелген номеріңізді немесе почтаңызды есіңізге түсіріп, паролін восстановить ету керек болады. Өйткені Binance бізді бір адам бір-ақ рет тіркеле алады өмірде. Сол үшін почталарыңызға сақ болыңыздар және де жазған пароль логиндарыңызды сақтап қойыңыздар. Міне Gmail почтаны жаздым. Астында referral ID дегенге тиіспейміз. Далее де кнопканы басамыз. Енді қазір менің осы почтама код келді, сол кодты енгіземін. Міне мен кодты енгіздім. Енді пароль ойлап табамыз. Мына жерде условиясы бойынша хотя бы бір әріпті үлкен әріппен жазу керек деп тұр. Вот, үлкен әріппен жаздым. Минимум 8 әріп болу керек, бір сан болу керек, минимум, және де бір үлкен әріп болу керек. Далее деп басамын. Міне аккаунт создавать етілді. Енді готово деп басамын. Енді верификацияны өтеміз. Мына жерден өтсеңіз де болады. Осы жерден пройти верификация. Немесе телефоныңызға приложение жазып алып, сол жерден өтуге болады. Міне мен телефоныма Binance биржасын тіркеп жазып алдым. Енді мен қазір логин батырмасын басамын, өйткені мен тіркеліп қойдым. Логин дегеніміз аккаунтқа кіру. Аккаунтқа кіріп, қазір мен верификациядан өтетін боламын. Мен өзіміздің жаңа тіркелген почтаны жаздым. Далее деп басамын. Одан кейін өзімнің ойлап тапқан паролін жазамын. Міне мен паролін жазып кірдім. Так, получить код деп басамын, және де жаңағы өзімнің почтама код келеді. Сол кодты енгіземін. Ана жерден сразу добавить passkey дейтін болсаңыздар, сіздер егер Face ID болатын болса, Face ID мен немесе қолыңыздың отпечаткасымен қосылуға болады. Аккаунтыма кірдім, аккаунттың үстінен басамын. Қараңыздар, менде верификациядан өтпеген. Мына жерде верификация өтетін болсам, мына жерде жасыл галочка тұрады. Енді мен қазір міне аккаунттың үстінен басып, Pro версияға қосамын. Міне Binance Pro деген қоссам, менде настройкасы кәдімгідей өзімізге ыңғайлы күйге өтеді. Енді верификациядан өту үшін подтвердить деп басып кірсеңіз болады. Подтвердите личности деп тұр. Яғни сіз осы адам екеніңізді растайсыз. Өзіңіздің удостоверениеңізді немесе паспортыңыз қайсысы ыңғайлы соны тіркеп верификациядан өтеміз. Міне пройти верификация деп кнопканы басамыз. Содан кейін мен Binance'ның ішінде сауда жасай аламын. Мына жерге Қазақстан деп таңдаймыз. Продолжить. Енді мына жерде өте маңызды поддержка фиата дейді. Мына жерде сізге екі да немесе нет деп ұсынады. Біз міндетті түрде нет деп таңдаймыз. Егер да дейтін болсақ, онда бізде P2P мен айналысуға мүмкіндік болмайды. Сол себептен нет деп таңдаймыз и продолжить деп басамыз. Страна дегенге Қазақстан. Полное имя, яғни удостоверениеңізге сәйкес келетіндей аты жөніңізді жазасыз. Ағылшынша жазуға болады. Енді продолжить кнопкасын басамын. Адрес проживаниеға өзіңіздің қалаңызға, любой көшені, үйді жазсаңыз болады. Продолжить. Почтовый индексқа өзіңіздің қалаңызды жазсаңыз болады. Алматыныкі мысалы 05. Почтовый индексі Google-ға өзіңіздің қалаңызды, мысалы Алматы почтовый индекс десеңіз шығады. Город, мысалы Алматы, Қызылорда. Продолжить басамыз. Проверка документов деген удостоверение личности таңдаймыз. Паспорт болсын, загранпаспорт. Біз удостоверение личности таңдасақ, міндетті түрде удостоверение көрсету керек. Продолжить деп басамыз. Удостоверениенің алдын және артын суретке түсіру керек. Продолжить. Я понимаю, продолжить. Яғни удостоверениеңізбен сіздің суретіңіз сәйкес келе ме, соны қазір тексереді. Міне біз проверканы өткіздік. Енді бұның жауабы 5-10 минутта келеді. Егер де отказ келетін болса, онда
сіз қайтадан өтсеңіз болады. Кейде мысалы отказ келуі мүмкін, бірақ кейде сразу өткізу мүмкін. Міне қарасаңдар, менің статусым на рассмотрение деп тұр. Мына жерде қарасаңыздар, біздің аккаунтымыз қазір в обработке деп тұр, яғни ответін күтеміз. Ответ келген кезде мына жерде галочка пайда болу керек, егер верификациядан өтсеңіз, немесе қайтадан өтеміз. Оған дейін біз мына жерде безопасностьқа кіріп, өзіміздің аккаунтымызға телефон номерімізді жалғап, және де аутентификацияны қосып қояйық. Оны қалай жасаймыз? Мысалы, номер телефонға деген кіреміз. Давайте номер телефона. Өзіңіздің күнделікті қолданып жүрген номер телефоныңызды енгізесіз. Бірінші получить код дейміз, өзіміздің почтамызға код келеді. Мына жерге номеріңізді енгізесіз, және де код келеді. Міне код келді, кодты енгіздім, номер тіркелді. Достар, қараңыздар, бізде верификация өтті, арада 5 минут қана уақыт өтті. Мына жерден жасыл галочка пайда болды. Енді біз не істейміз? Енді мына Binance User деген үстіне кіріп, мына үстінен басып, өзіңіздің ат жөніңізді жазып қойсаңыз болады, түсінікті тілде. Изменить деп басып, аватар қойсаңыз болады. Мына жерде барлығын өзгертіп шықсаңыз болады. Атымды қойдым. Қазір енді Google аутентификаторды өтетін боламыз. Безопасностьқа кіреміз. Мен жаңа номер телефон тіркеп қойдым. Енді аутентификаторды қосамыз. Включить деп кнопканы басамыз. Получить код. Почтамызға код келеді қазір. Мына жерден Binance-тың берген міне код тұр, соны көшіріп аламын. Және де жаңағы жазылған Google аутентификатор приложениесіне кіремін. Мына жақта, оң жақта төменде плюс батырмасы бар, соны басып, ввести ключ настройка деген таңдаймын. Аккаунт дегенге, мысалы, өзің жазасыз Binance, бір-бірімен шатасып кетпес үшін. Астына ключ деген жерге вставить етеміз, добавить. Міне 4.24.495, бұл бізде 30 секунд сайын ауысып отырады. Осыны көшіріп аламыз. Далее деп басамыз. Вставить. Егер де үлгермей қалсаңыз, мына жерде код бітеді ғой. Үлгермей қалсаңыз, жаңасын қоямыз. Отправить. Міне менде аутентификатор қосылды. Галочка тұр, көрдіңіз ғой. Енді мен P2P торговлямен айналыссам болады. Осымен регистрация және верификациядан полностью өттік, безопасностьты тіркедік. Енді жұмыс жасауға дайын.